Бану мен Нұрланның арасында махаббат өрбіді. Күнделікті кездесіп, айлы түндерде қала көшелерін кезетін болды. Нұрлан домбырасын алып, «Банужан, екеуміз үйленгенде саған беташар жырын өзім шырқаймын. Тыңда міне, былай, тұра тұр, бетіңді мынамен жаба тұр» деп киімін жауып қойып, «Айт келін ау, айт келін» деп шырқай жөнелетін. Көшедегілер таңырқап та, тамсанып та қарап өтетін. Бану киімнің астында шексілесі қатып күліп отырады. Құшақ-құшақ гүлге Бануды қарық қылды. Екеуі ғашықтар көлінде жүзді. Дүниедегі болып жатқан жағдайларға қарамады. Бейне бір басқа әлемде сияқты. Сара болса Бануды жек көргені соншалықты, тіптен одан құтылудың жолын қарастыра бастаған еді. 8 наурыз еді. Нұрлан Бануды кешкі 8-де орталық паркке шақырды. Өкінішке орай қаланы білмейтін Бану Сарадан көмек сұрады. Осыны пайдаланған Сара ойланбастан басқа парктың мекен-жайын сызып берді. Әдемі киініп, дайындалып, Бану кездесуге шықты. Саябаққа келген Бану кіреберіс есікте ұзақ күтіп қалды. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат өтті. Нұрлан келмеді. Қараңғы түсіп қалған еді. Ал Сара бұл кезде Нұрланға телефон шалып, Банудың басқа жігітпен кетіп қалғанын, оған сатқындық жасағанын айтты. Нұрланның қызғаныштан көзі қарауытып, естігенінің бәрін шын көріп тұрды. Бану қатты тоңып, көзінен жасы тамшылап, подъезге жақындап келе жатты. Нұрланға ашуланып, бір жағынан бір нәрсеге ұшырап қалмады ма деген ой көңілінен кетпеді. Кенет бұрылыстан шамын жақпай ұшып шыққан көлік оны қақты да кетті. Көзін ашса, палатада жатыр екен. Жанында медбикеден басқа ешкім жоқ. Аяқтары қатты ауырып тұр. Жай басын көтеріп қарап еді, есінен танып қала жаздады. 2 аяғынан тізеден төмен кесіп тастапты. Бар даусымен айқайлап жылай бастап еді, медбике құшақтап жұбатты. Қайтсын, жанында демеу болар ешкім жоқ. Медбикенің аяныш сезімі еріксіз қызды құшақтап жылы сөздер айтқызды. Аспан жерге түскендей, бүкіл әлем одан теріс айналғандай еді. 1 апта жатты. Осы 1 аптаның ішінде ешкім келмегені жанына қатты батты. Әттең, әке-шешем-ай, жанымда болсаңдар, жылы құшақтарыңмен жылытар едіңдер. Мейірімдеріңді сағындым. Неге мен? Бір кезде мейірбике сүйінші сұрағандай, «Бану, жігітіңіз кеп тұр» деді. Өз құлағына өзі сенбеген Бану ұшып тұрайын деді, бірақ аяғын көріп көңілі қайта түсті. Палатаға кірген Нұрлан Банудың жанына ақырын жайғасты. Бану қуанып, қолынан ұстайын деп еді, Нұрлан қолын тарта қойды да, «Қалайсың?» деді. «Өзің көріп тұрсың ғой» деп Бану жылап жіберді. «Кешір Бану, мен қоштасуға келдім» деген Нұрланның сөздері жығылғанға жұдырық болды. Кішкене болса да жанына жұбаныш іздеген Банудың жүрегі қақ айырылды. Нұрланының соншалықты қатыгез екені ойы түгіл түсіне кірмеген еді. «Кешір, ата-анама сау келін керек қой, сен де мені түсінші» деді. Бану үн қатпады, терезеге тесіліп қарап жатты. Көзінің жасын сүртті де, «Кете бер, бақытты бол» деп нақ-нақ жауап берді. Осыны күткендей Нұрлан да тұрды да шығып кетті. Бану бұдан соң жыламады. Қайта мұндай сатқыннан дер кезінде құтылғанына тәубе деді. 2 аптадан соң дәрігерлер қыздың жағдайын біліп, мүгедектер арбасын тауып берді. Ауруханадан арбамен шыққан қыз бірден Сараның үйіне тартты. Сара есігін ашты да, «Ренжіме Бану, мынау киімдерің, менімен бірге тұра алмайсың, саған бір адам қарау керек қой» деді кемсітіп. Бану Сарадан осыны күткен еді, себебі оны Сараның көлігі қаққанын сезген. Киімдерінің арасынан тек керектілерін теріп алайын, көтере алмаспын деп ойлаған Бану, киімдерін ақтарып отырып, анасы екеуі тіккен көйлектерді көріп, көңілі босап кетті.
бар ішіндегі жиналған қайғысын көйлекті бетіне басып отырып жылап шығарып алды. Бұны көріп тұрған Сара еш аяушылық танытпады. Қайта Нұрланға қолы жететінін сезініп, қуанып тұрды. Тіккен киімдерін Бану орталық базардың алдына жайып қойды. Мүмкін мүгедек тіккен көйлектерді біреу аяп сатып алатын шығар деп ойлады. Негізі осы отырысына өзі қатты қынжылды. Киімдеріне мән беріп жатқан ешкім жоқ. Бірақ сұлу қыздың бұл отырысы көбісінің көңілін жабырқатты. Кеш те батып қалған. Қалтасындағы азын-аулақ тиынға жақын жерден барып, ыстық нан алып келейін деп, арбасының дөңгелегін айналдырып кетті. Нанын алып келе жатыр еді, оның киімдеріне бір өте сымбатты, қымбат киінген үлкен келіншек тамсана қарап тұрғанын байқады. Жанына ұшып келіп, «Апай, бірдеңе іздедіңіз бе? Ұнады ма?» деп алғашқы жақындаған адамына қуанып кетті. «Бұл дүниелерді кім тікті, кім тоқыды?» деді. «Мынаны мамам, мынаны мен» деп мақтаныш сезіммен көрсетіп жатыр еді. Майра сүйсініп, «Менің салоныма жұмыс істейсің бе?» деді. Алланың өзі жіберген бір мүмкіндік екенін түсінген Бану қуанып кетті. Салоны керемет екен, іші үлкен, Майраның қол астында 6 қыз жұмыс істейді екен. Тек байлар киінетін салон ау шамасы. Бану бірден тігілген, пішілген киімдерді қызықтап кетті. Майра Бануға таза киім беріп, қызды жөніне келтірді. Бірден жалақысын келісіп алды. Бірақ қазір Бану жалақыны ойлап тұрған жоқ. Қалай базарда түнеймін деген қорқыныштан құтылғанына қуанып отыр. Майра өте ақ көңіл, қайырымды келіншек, жалғыз ұлы бар. Ол шетелде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Бануды қызындай көріп кетті. Банудың да қолынан өнер тамып тұр емес пе? Оның тіккен бұйымдарына сұраныста артып, Майраның ісі оңға басты. Майра ұлы Сәбитті әуежайдан күтіп алды. Жолай болған оқиғаларды Бану жайлы бәрін айтып берді. Келе салып, Сәбит Банумен танысуға асықты. Себебі өзі дәрігер болған соң әрқашан қол ұшын беруге асығып тұратын. Банудың сұлулығына тәнті болған Сәбит бірден шетелдегі қызметтестеріне хабарласып, Бануға протез аяқ салдыруға келісті. Мұндай мейірімділікті бұрын соңды көрмеген Бану бұл кісілерге шексіз риза еді. Бір айдан соң Бану мен Сәбит Израильге ұшты. Ол жақта 3 апта болып, қайта Қазақстанға аяқтан еш айырмашылығы көрінбейтін, білінбейтін жасанды аяқпен қайтқан Бану бақытты еді. Бір-біріне бауыр басып қалған екеуі қалай ұнатып қалғандарын да байқамай қалды. Сондықтан Сәбит Бануға үйленуге ұсыныс жасағанда, ол ойланбастан келісті. Тойға да аз күн қалды. Тамада таңдап отырған Бану газет бетіндегі Сара мен Нұрланның суреттерін көзі шалып қалды. Сәбиттің оның еркелігін көтеретінін білген Бану, тойымызға 2 тамада жалдайықшы деп өтінді. Сәбит Банудың айтқанын екетпейтін. Бану Сара мен Нұрланды және тағы да бір тамаданы жалдап қойды. Той да басталды. Керемет көліктен өзі тіккен керемет көйлегімен түскен Бану шын бақытты еді. Мейрамханаға кірерде бетін фатамен жауып алды. Фатаның арғы жағында Нұрлан қолына домбырасын ұстап дайын тұр екен. Жанына келген Банудың бетін ашуға құлшынып, «Айт келін ау, айт келін» деп сайрай жөнелді. Таныс дауыс, таныс ырғақ Банудың есіне сол кездер түсті. Бірақ өкініш жоқ. Ол жай ғана мағынасыз естеліктер еді. Осы отырған ағайынға бір сәлем деп шабыты тасып тұрған Нұрлан домбырамен фатаны көтерді. Ар жағынан сұлулыққа тұнып тұрған Бануды көргенде, суық суды бастан аяқ құйып жібергендей сезінді. Өкініш өзегін өртеп, бозарып, қатты қынжылды. Сара да құрбысының қандай дәрежеге жеткенін байқап, аузы ашылып тұрып қалды. Оның қолынан жұлқып ұстаған Нұрлан киініп сыртқа шығып кетті. Ол кезде Сәбит пен Бану бақыт вальсында айналып жатқан еді. Дүние кезек, бәрі өткінші, тек үмітіңді үзбесең болғаны. Әңгіменің соңғы бөлімі аяқталды.
сіздермен бірге болған Жұлдыз Бақытжанқызы. Каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.